Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жұқа болып шығатын құймақ рецептімен бөлісемін. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстіне дәміне қарай шекер саламыз. Қатты тәтті жақсы көрсеңіздер, шекерді көбірек салуға кеңес беремін. Венчиктің көмегімен шекеріміз толықтай ергенше жақсылап араластырамыз. Енді осы массаның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Мен сүтімді алдын ала микроволновкаға қыздырып алдым. Ұнымызды електен өткізіп, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Осы орайда айта кетейін, ұнымыздың барлығын бірден қоспай, бөліп салуға кеңес беремін. Солай салсаңыздар, массаңыз біркелкі, комоксыз жақсы болып шығады. Осындай қою масса болып шығады. Осының үстіне мен 1 стакан кипяток құям. Кипятокты да бірден құймаймыз, 2 бөліп құямын. 1 рет құйғаннан кейін жақсылап тез араластырып, қалған суымызды қайтадан құйып, жақсылап тез араластырамыз. Осындай біркелкі масса шығады. Оның үстіне 3 ас қасық сұйқы май салып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Енді құймақтарымызды пісіруге кірісейік. Ең алдымен сковородкамызды жақсылап қыздырамыз. Мен бірінші құймақты пісірерде сковородкамды майлап аламын. Қыздар, осы орайда айта кетейін, ең басты құпиясы құймақ пісірерде ол жақсы сапалы сковородка. Егер де құймақтарыңыз дұрыс шықпаса, жабысып қалса, жыртылып қалса, демек сіздің сковородкаңыз сапасыз. Жақсы сковородка таңдауға кеңес беремін. Құймақтың қалыңдығы ол сіздің сковородкаңыздың қызуына және де қамырды құйғаныңызға байланысты. Құймақтарымыз өте тез піседі. Бір жағы піскеннен кейін осылай қолымыздың көмегімен екінші жағына аударып, жақсылап қызарғанша пісіреміз. Құймақтарымыз дайын, өте дәмді, жұқа болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Начинкасын өзіңіз қалауынша салсаңыздар болады. Қараңыздар, қандай күшті болып шығады. Жыртылмайды. Ішіне неше түрлі начинка салып, орап қойсаңыздар да болады. Рулет қылып қойсаңыздар да болады. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.